Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен біз соленый огурцы жабамыз. Ол үшін бізге огурцы, мына жерде менде қазір 5 килограмм огурцы бар. Болгарский керек. Мынандай кепкен укроп. Мына жерде мынау бізге хрен керек. Чеснок, бұрыш, лавровый лист қажет. Бірінші екі лавровый лист саламын. Үлкен болса біреу саламыз. Бес-алтау бұрыш саламыз. Енді огурцыларымызды саламыз. Бүгін осындай әдемі огурцылар майда-майда. Үлкен-үлкенден бөлек жинаймын. Оны ертең салат істегенде, қыстың күні оливье істеген кезде, сол кезде қажет болады. Дайын болды. Барлығын осылай теріп салып алдым. Болгарский барлығы ішінде, міне чеснок барлығын салдым. Енді оған қайнап тұрған суды құйып қоямыз. Мен біріншісін 30 минут қоямын. Біздің суларымыз міне 30 минут тұрды, уже бәрін салқындап қалды, сырты жылы болып. Енді суларын төгіп тастаймыз. Қазір екінші рет қайтып су құятын боламын. Мен мінекей енді бірінші суын төгіп тастадым. Оны екінші ретке пайдаланбаймын. Екінші рет қайтара құйған суым қазір менде 40 минут тұратын болады. Оған таза су құямыз, қайнаған. Қырық минутымыз өтті, екінші қайтара суын төгіп жатырмыз. Мен барлығына 2 ас қасық тұз, қазір 1 ас қасық уксус қосатын. Қайнап тұрған суымызды құйып, бұл үшінші қайтара жабатын боламыз енді.